Достар, алдыңғы видеода мен бір апталық ваучер ойнатқан болатынмын. Иә достар, ол бір апталық ваучердің иегері міне дәл осы бала, яғни өзінің кереметтей шарттар қойған болатынмын. Иә достар, оның барлығын орындапты достар. Лайк бас дедім, міне достар, лайк басқан, скриншоттап оны достар барлығын жіберген. От души достар, бір-екі бала жіберді. Яғни достар, осы бала ең бірінші маған жазғандықтан осыны таңдап алдым. Иә достар, оны алда уақыттары өзінің кереметте ваучерін салып беретін боламын. Ал ендеше біз видеомызға қарай кетейік. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен әдеттегідей Казмасфер. Достар, бүгін біздерде өте кереметтей, өте ерекше видеолардың бірі болайын деп жатыр. Достар, осы видеороликте мен сіздерге кереметтей видеоролик болайын деп жатыр. Достар, осы видеода мен сіздерге қазақша YouTube, яғни барлықтарыңыз танитын қазақша YouTube'қа кереметтей 10 факт жасайтын боламыз достар. Оны барлықтарыңыз білесіздер ме, білмейсіздер ме, ол жағын білмеймін достар. Яғни сіздерге керекті деген факттарды айтатын боламын достар. Керекті факттардың барлықтарын айтамын. Сол себептен достар, менің еңбегімді бағалап, менің арнама тіркеліп, өздеріңіздің кереметтей лайктарыңызды бассаңыздар, мен өте қуанышты болып, келесі видео өз кезегін күтіп тұрмайды. Ал ендеше біз видеомызға қарай кеттік. Бірінші факт. Қазақша YouTube'тың шын есімі Азамат Адамбек. Екінші факт. Қазақша YouTube 4 тамызда 2001 жылы дүниеге келген, ал дәл қазіргі кезде ол 19 жаста. Үшінші факт. Қазақша YouTube Free Fire'ға 1,5 жыл бұрын келген. Қазақша YouTube'та 2 канал бар, яғни оның бірінші основной канал, ал екінші өзінің канал десек болады. Яғни достар, бірінші каналында 200 мыңнан астам подписчигі бар, ал екінші каналда 80 мыңдей подписчигі бар. Бұл өте тамаша. Қазақша YouTube'тан бөлек басқа да жұмыстармен айналысады. Мысалға айтатын болсақ, тойларға шығып өлең айту және де тағы да басқа. Алтыншы факт. Менің бір таңғалғаным, яғни достар, өздеріңіз білетін Шелди мен Азамат, яғни Азамат Адамбек, яғни қазақша YouTube осы екі ютубер тек қана Аллаға шүкір деп өздерінің тәубе етіп жүреді. Енді бұл жігіттер өте тамаша достар. Яғни басқа ютуберлерді көрмегендіктен бұл осы екі ютуберді Аллаға шүкір деген сөздерін тастамайды, яғни өте тамаша достар. Жетінші факт, яғни орыстар арасында, яғни қазақша YouTube'тың өзінің кереметтей ютубер достарына келетін болсақ, яғни көп араласатын достары Смайл және де Трэшер. Азаммен де араласады, бірақ та достар, ол Азаммен онша көп араласпайды, яғни көп араласпайды, бірақ та Трэшер мен Смайлмен өте көп араласады десем болады. Яғни қазақтың атын көтеріп жүрген қазақша YouTube'қа вообще алғысым 8 десем болады. Вообще керемет жігіт қой енді. Сегізінші факт, яғни қазақша YouTube басқа да Free Fire'дан бөлек басқа да ойындар ойнайды. Мысалға айтатын болсақ, Standoff және де тағы басқа кереметтеу ойындарды ойнайды. Тоғызыншы факт. Қазақша ютубер, яғни көптеген ютубер бұны білмейді. Яғни достар, көптеген ютуберлер бұны білгісі келеді достар. Яғни бұл сұраққа мен жауап бере аламын. Яғни қазақша ютубтың пиар және де субсидия бағасын айтатын болсақ, пиар бағасы 10 мың теңге, ал субсидия бағасы 2 мың теңге. Ал енді достар, мен әдеттегідей 10-шы фактты айтпай тұрып, мен сіздерге алғысымды айтамын. Бір жақтан достар, сіздер неге мені достар көптеріңіз отписка етіп жатсыздар? Я достар, оның да өздерінің себептері бар. Яғни кешірім сұраймын, енді алдағы уақыттарда кереметтей видеороликтер шығаратын боламын. Енді достар, міндетті түрде арнада боламыз. Барлықтарымыз арнаға тіркеліп, өздеріңіздің кереметтей лайктарыңызды басып жүрсеңіздер, мен өте кереметтей бір мотивациям оянып, сіздерге видео түсіруге әрі қарай жалғастыратын боламын достар. Яғни достар, неге жоғалып кеттің деп кейбір балдар ВКонтакте және де YouTube'та комментарийға жазып жатыр. Яғни достар, мен айтатын болсам, яғни жай ғана бір 3-4 күн демалыс алған болатынмын. Я достар, енді күнде видео болғандықтан енді демалыс алған болатынмын. Яғни достар, енді барлықтарыңызға ораза айы қабыл болсын, енді ұстап жатқандарға қабыл болсын. Ниеттеріңіз, ең бастысы ниеттеріңіз қабыл болсын. 10-шы факт. Қазақша YouTube'тың осы YouTube'тағы арманы, яғни арманына келетін болсақ, қазақша YouTube'тың арманы осы тек қана достар ойламаңыздар YouTube'тағы, ал өмірдегі оның арманы басқа да бөлек деген ойламын. Ал қазіргі YouTube'тағы арманы оның 1 миллион подписчикке жету. Енді достар, арманына жетсін деп тілеймін. Енді барлығы өте тамаша. Қазақты қазақ қолдамаса, бізде ешкім қолдамайды. Соны ұмытпаңыздар достар. Ал енді достар, міне өзіміздің кереметтей видеомыз аяқталды деген ойдамын. Сіздерге ұнаса міндетті түрде арнаға тіркеліп, өздеріңіздің кереметтей лайктарыңызды басыңыздар достар.
Енді достар, міндетті түрде арнаға тіркелеміз барлықтарымыз. Яғни достар, бұл видеоға мен көптеген уақытымды құртқан болатынмын, көптеген қателіктер де болды енді достар. Сол себептен достар, менің арнама тек қана достар сіздер үшін жетістік, ал мен үшін ол бір үлкен қуаныш десем де болады енді достар. Міне достар, өздеріміздің керемет видеоролигіміз аяқталды. Енді келесі факті қай ютуберге жасаймын, соны комментарияға міндетті түрде қалдырып кетіңіздер. Және де достар, осы видеороликтің соңында мен сіздерге қандай жанрда видео түсірейін, немесе хайлайт, сондай сияқты басқа тек хайлайт немесе халява түсірейін ба, немесе факт деген сияқты достар. Яғни енді факт рубрикасын аяқтайтын боламын. Енді Қиғашбек, Кибро деген сияқты ютуберлерге бұйырса қайсысына жасайын, енді өздеріңіз комментарға жазып кетіңіздер. Мүмкін бір ютуберді алып, яғни жазған адамға алып, міндетті түрде фактты жасайтын боламын достар. Енді комментарға міндетті түрде жазыңыздар. Енді достар, мен сіздерге сұрарым, қандай жанрда видео түсірейін. Енді менің көптеген яғни мазалайтын сұрақ, яғни достар, мен ютубтан хайлайт деген сияқты өздеріңіз білетіндей өзімнің ойынымды, скиллымды көрсетейін ба, жоқ әлде халява немесе басқа да видеолар түсірейін ба, соны міндетті түрде комментарға жазамыз. Мен барлықтарыңды оқитын боламын. Сіздермен бірге болған мен әдеттегідей Казмастер. Ал ендеше давайте достар.